3 жыл бұрын 2022 жылғы 24 ақпанда Ресей Украинаға кең ауқымды соғыс ашты. Содан бері бұл қақтығыстың аяқталатын түрі көрінбейді. Қос тараптың шығындарын айтып берейін. 24 жылдың күзінде жарияланған ақш орталық барлау басқармасының есебіне сәйкес, Украинадағы өлім жітім деңгейі 1000 адамға шаққанда 18-де 6-ға тең. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіш. Былтыр Украинадағы бейбіт тұрғындардың қаза табу саны 1-ден 30% артқан. Ал адам шығыны қандай десек, мұнда қос тараптың да ресми статистикада мәліметті төмендетіп айтатыны белгілі. Сондықтан біз ашық дереккөздерге сүйенген BBC және Медиазона басылымдарының мәліметтерін айтайық. Олар жинаған мәліметке сәйкес, ресейшіл күштердің қаза тапқандардың жалпы саны 159.500-ден 223.500-ге дейін жетуі мүмкін. Украина өз шығындары туралы соңғы рет 2024 жылдың желтоқсанында хабарлады. Президент Зеленский 43 мың украин сарбазы мен офицерінің өлімін мойындады. Батыс сарапшылары бұл көрсеткіш төмен болуы мүмкін деп санайды. Ашық дереккөздегі мәліметке сәйкес, Украинада 3 жылда 70.400 адам қаза тапқан. Ал ақш барлау қызметінің мәліметінше, қос тарап осы 3 жылдық соғыста 500 мың адамынан айырылған. Бұл Сириядағы 2011 жылдан бері жалғасып келе жатқан азаматтық соғыстағы қаза тапқандардың санына тең. Ал Иракта 2003-2011 жылдар аралығында болған соғыстағы цифрдан 2 есе көп. Ал қарқындылығы жағынан айтатын болсақ, адам шығыны Корея соғысы мен Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі жағдайды еске салады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, 3 жылда Украинадан кеткен босқындар саны 7 миллионға жуықтаған. Қос халықтың Путин бастаған соғыстан көріп отырған зобалаңы осындай. Арнаға лайк басып, қолдай кетіңіз.